Баршаларыңызға ассаляму-алейкум. Осы видеода мен сіздерге намаз соңында айтылатын тәсбих түрлерін таныстырамын. Қалай айтады, қай кезде айтылады, соның барлығын мұқият көріңіздер. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал кеттік. Достар, мен қазір жай намаздың үстінде отырмын. Сіздер намаз оқытқан кезде жай намаздың үстінде қыблаға қарап отырасыздар ғой, иә? Мен сол жерде намаздың аяқталып бара жатқан жерін көрсетемін, одан кейін басталатын тәсбихтарды көрсететін боламын, иә? Ал кеттік, бастайық. Мен қазір жай намазда отырмын. Ең соңғы намазда оқылатын дұға ол Раббана атина дұғасы, иә? Отырасыздар. Намаз оқып бітейін деп отырсыздар. Раббана атина фид дуния хасанатау ва фил ахирати хасанатау ва қина азабан-нар. Ассаляму алейкум рахматулла. Ассаляму алейкум рахматулла. Астағфирулла, астағфирулла, астағфирулла. Аллахумма антассалям ва минкассалям. Табаракта я зал джалали вал икрам. Амин. Аллах қабыл етсін. Осылай біз намазды аяқтаймыз, иә? Енді намаз аяқталғаннан кейін не оқылады? Аят аль-курси. Аят аль-курси оқылады, иә? Соны оқиық. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Амин. Неге мен аятул курсиді оқыдым? Әр намаздан кейін аятул курсиді оқу ол өте абзал амалдардың бірі. Сондықтан да әр намаздан кейін аятул курсиді оқуға кеңес беремін. Біттік. Одан кейін мына дұғаны айтамыз. Субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла иляха илляллаху валлаху акбар ва ла хауля ва ла куввата илля биллахил алиил азим. Осы дұғаны айтамыз. Одан кейін бар тәсбих тарту. Қараңыздар енді, тәсбихті қандай моншақ тәсбихпен тартсаңыздар болады. Менде қазір 33-тік, мысалы, субханалла деп 33 рет айтып шығамыз. Тас таусылады, иә? Сізде егер 99-лық тәсбих болса, әр 33 біткен кезде бір ерекше тас болып тұрады. Содан келесі 33-те басқа тәсбихті айта берсеңіздер болады. Субханалладан кейін альхамдулилля. Ал менде қазір мынандай тәсбих, сондықтан толығымен бірінші осымен айтып көрсетем, одан кейін саусақпен айтып көрсетем, жарай ма? Ал бисмилля бастайық. Бірінші біз нені айтамыз? Субханалла. Subhanallah, 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 subhanallah. Осылай бітеміз, иә? Субханалладан кейін альхамдулилля деп 33 рет айтамыз. Аллаху акбар деп 33 рет тура осылай тәсбих айтасыздар. Ал егер тәсбих жоқ болса, ол саусақпен айтылатын вариант бар. Ол қаласыздар, қолмен тәсбих тартуды көрсетейін сіздерге. Қараңыздар, әр саусағымызда осындай сызық бар, иә? Екі сызық, 3 бөлік бар. Бірінші бөлік, екінші бөлік, үшінші бөлік, иә? 5 саусағымызда. Енді субханалла деп айту үшін бізде 33 болу керек, иә? 3 бөлік, 1, 2, 3, 5 саусақ, 15 бөлік шығады, иә? Сонда біз субханалла деп полностью бір рет айтамыз, полностью екі рет айтамыз, и бір саусақты тағы бір рет айтамыз, сол кезде 33-ке толады. Сіздерге көрсетейін. Субханалла, 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 субханалла. Так, алғашқы 15 кетті, келесі 15. Субханалла, 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 субханалла. Так, келесі 15 кетті, 30 и үшеу ғана қалды. Субханалла, субханалла, субханалла. Любой бір саусақты осылай тартсаңыздар болады. Саусақпен тәсбих тарту деген осы. Достар, осымен видео аяқталды. Намаз соңындағы тәсбихтарды сіздерге түсінікті етіп айттым деген ниеттемін. Егер түсініксіз болса, қайтадан бір көріп, жаза алатын жерлерін жазып алыңыздар, жарай ма? Алла қабыл етсін, сіздерге де маған да пайдалы болсын. Баршаларыңызға ассаляму алейкум.